Армысыздар, сіздермен Киномен. Бүгін біз Пазманский дьявол атты өмірден алынған фильмге шолу жасаймыз. Тағдырдың сынағына қарамастан, ол чемпион болып арманына жетеді. Арнаға тіркеліп лайк бас, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. Корсет лишь позволяет телу восстанавливаться самому. Споткнешься, упадешь, любое неосторожное движение и позвоночник будет поврежден. 1988 жылдың қараша айы, Вегас. Көптеген адамдар алдағы болатын жартылай орта салмақта чемпиондық атаққа талас жүргізетін Винни Пациенцаны күтуде. Төрешілер оның атынан келген адамға ескерту жасайды. Егер шәкірті дәл уақытында келмесе, жарыстан шектетіледі. Сол уақытта Винни салмақ түсіру үшін веложаттығуда денесін орап алып терлеп жатады. Боксшы дәл салмақ өлшеу рәсіміне уақытында келіп үлгереді. Оның салмағы 63 килограмм шығып, шаршы алаңға шығуға мүмкіндік алады. Әрі қарай ол қарсыласы Роджер Мейвезермен пікірталас жүргізеді. Ол жерде әрқайсысы қарсыласын жеңуге уәде береді. Виннидің менеджері Лу Дава оған жақсылап демалуға кеңес береді. Конечно, высплюсь, пап. Спокойной ночи. Пока. Бірақ боксшы оның орнына құрбысы Хизермен бірге казинода түнді өткізеді. Келесі күні шаршы алаңға шыққан Пациенцаға мыңдаған адамдармен отбасы жанкүйерлік етеді. Бірақ оның жағдайы мәз емес, өйткені Мейвезер оңай қарсылас емес. Бір сәтте Винни қатты соққыны жіберіп алады. Ол орнынан тұра алмағандықтан Роджер жеңеді. Винниді ауруханаға келіп тексеру жүргізеді. Жағдайы жақсарып қалған бас кейіпкер Провиденстағы отбасына аттанады. Ол жұдырықтасуда кеткен қателікті саралап отырып, менеджері Лу шу шығарғанын көреді. Жұдырықтасудан кейін ол Винни бокстан кетуі керек деп сұхбат берген. Бұл боксшыны осы уақытқа дейін жаттықтырып келген әкесі Анжеланың ашуын келтіреді. Баласы екеуі ойларын айту үшін Луға барады. Жанжалдан кейін Винни оған тағы бір мүмкіндік беруін сұрайды. Лу келісіп, шарапқа тәуелділікпен күресіп жүрген Кевин Рунни есімді жаттықтырушыны тағайындайды. Рунни Винниді кезінде Майк Тайсонды жаттықтырған жерге әкеледі. Здесь ты тренировал Тайсона? Да. С ума сойти. Жаттықтырушы жігітке барлығы екеуінде ойыннан шығарғысы келетінін, сондықтан жағдайды қиындатпауын сұрайды. Жаттығу кезінде Кевин Винниге қарсылас ретінде ауыр салмақтағы жігітті қояды. Содан кейін жігіттің салмақ қосқанын айтып, оған бірінші орта салмаққа ауысуды ұсынады. Боксшы тәуекелге барып, жаттықтырушыға толықтай сеніп, ауыр жаттығуларға кіріседі. Жігіт жаттығу залынан шықпай еңбек еткендіктен нәтиже бере бастайды. Кевин мен Винни Провиденске келіп, жігіттің отбасымен танысады. Анжела жаттықтырушының тәсіліне көңілі толмай, кәсібилігіне күмән келтіреді. Кейін Виннидің әкесі баласының Гилберт Дилмен чемпиондық белбеуге таласуға мүмкіндігі бар екенін біледі. Бұл жаңалыққа Винни мен Лу қатты қуанады. Бірақ Кевин қуана қоймайды. Винни бұл ұсынысты қабылдамақ. Кейін боксшылар Провиденсте конференция жүргізеді. Жұдырықтасардан бір күн бұрын Кевин Виннимен жақсылап сөйлеседі. Ол шәкіртіне барлығын бәске тігіп тәуекелге бармауға шақырады. Винни бұл жекпе-жекте нокаутпен жеңіп, жартылай орта салмақта чемпион атанады. Солай боксшы үлкен назарға қайта оралып, қомақты қаржы алады. Ақшасын Винни соңғы үлгідегі көлікке құртады. Бірнеше күннен кейін Виннидің әкесі панамалық боксшы Роберт Дюрамен кездесетінін айтады. Жаңалыққа қатты қуанған бас кейіпкер досы Джиммимен көлікке отырып мейрамханаға аттанады. Жол бойында олар қарама-қарсы бағыттағы көлікпен соқтығысады. Джимми аса қатты зардап шекпейді, бірақ Виннидің мойын омыртқасына зақым келеді. Анжела көлік апаты жайлы жаңалықтардан естіп, ұлына қарай асығады. Күндер өтуде, оның отбасы жанынан кетер емес. Солай бір күні чемпион есін жияды. Через сколько? Что через сколько? Через сколько я смогу драться? Бірақ дәрігер жаман жаңалықпен келеді. Ол жекпе-жекке шықпақ түгілі жүреді алмауы мүмкін. Бұл жаңалықтан кейін Винни өз-өзін ұстай алмай шу шығарады. Кейін өз-өзіне келіп, берілмейтін жеткізіп, мойнына арналған корсетті орнатуға бел буады. Оны емдейтін дәрігер бұл өте қауіпті. Одан да хирургиялық ота жасап, омыртқаңды қозғалтпай тастасақ жүре алуың мүмкін. Бірақ ондай болса қозғалысын қиындайды. Демек жекпе-жекке шықпайсың дейді. Дәрігердің кеңесіне қарамастан Винни корсетті орнатуға шешім қабылдайды. Корсет шеңбер тәріздес темір бас сүйегіне бекіту арқылы орнатылады. Ол мойын омыртқаның қалыпты қозғалуына септігін тигізіп, Виннидің шаршы алаңға оралуына үлкен септігін тигізуі мүмкін. Ота жақсы өтіп, бас кейіпкерді жақын арада ауруханадан шығарады. Ол үйіне оралып, бірден барлығы оған мүгедек ретінде қарамауларын талап етеді. Я благодарен, но не надо считать меня инвалидом. Жаңа өмір Винниге нағыз сынақ болады. Хизер оны тастап кетеді. Ол өзін одан сайын қауқарсыз сезінеді. Себебі чемпион тіпті біреудің көмегінсіз жуана да алмайды. Оның туған күнінде Кевин келіп, тосын сый жасалған жерге апарады. Ол жерде Лу оған чемпиондық атақты қорғауға 3 айы бар екенін айтады.
Бокс бұл жарақатыңа қарамайтын қатыгез спорт. Винни Кевинге шаршы алаңға оралатынын айтады. Бірақ жаттықтырушы оған құр бос қиялды қоюын өтінеді. Содан кейін бас кейіпкер казиноға барып ұтылады, ал Кевин сылқия мас болады. Үйіне келген Винни осы уақытқа дейін қол жеткізген барлық марапаттарын қарап, өзі үшін өте маңызды шешімге келеді. Дәрігерлердің кеңесіне қарамастан бас кейіпкер жер төлесінде жаттығуларын бастайды. Әрине басында сәтсіз болады. Ол Кевиннен көмек сұрағанда, басында жаттықтырушы шәкіртіне зақым келтірем ба деп бас тартады. Содан кейін ол өз-өзіне зақым келтіруі мүмкін екенін түсініп келіседі. Олар жаттығуды әке-шешесіне айтпай жүргізеді. Бір күні Анжела оларды ұстап алып, Кевинді үйден қуып жібереді. Сол бір апаттан 6 ай өткеннен кейін Винни құрылғын алуға дайын. Ол дәрігерге осы уақытқа дейін ешқандай дәрі ішпегендіктен кез келген ауруды көтеріп, бекіткіштерді анестезиясыз алуын сұрайды. Анестезиясыз бекіткіштерді алу қиын болады. Бірақ жігіт ақыры басындағы темірден құтылады. Отадан кейін ол жаттығу залына келіп, мойнын жаттықтырып, алдағы жекпе-жекке дайындалады. Бірақ онымен ешкім шыққысы келмейді. Бәрі оған зақым келтіруден қорқады. Кевин оның толықтай емделгенін көрсету үшін репортерларды шақырады. Кевиннің қарсылығына қарамастан Винни спарринг жасайды. Кейін бас кейіпкер әкесімен тілдеседі. Жігіт әкесіне шаршы алаңсыз оның өмір сүргісі келмейтінін айтады. Анжела одан осы спортқа әкелгені үшін кешірім сұрап, жекпе-жек кезінде жаныңда қолдау көрсетуге дәтім бармайды дейді. Әкесі баласының өз денсаулығын құртып жатқанын көргісі келмейді. Уақыт өте Луу, Роберт Дюран онымен екінші орта салмақта чемпиондық атаққа таласуға дайын екенін айтады. 1990 жылы тағы да Лас-Вегас. Жекпе-жекке тағы мыңдаған адамдар көз тігуде. Алғашқы 6 раундта Дюран қарсыласын жиі шабуылдап жеңіп келеді. Винни бір сәтте есін жия алмайды. Анжела Кевиннен жекпе-жекті тоқтатуын сұрайды. Бірақ жаттықтырушының керемет сөзінен кейін Винни қандай жағдайда артта қалдырғанын есіне түсіреді. Мы начали все это в подвале. В чертовом подвале! Соңғы раундтарда жігіт бар күшін салады. Нәтижесінде ол әділетті түрде жеңімпаз болады. Фильмнің соңына қарай журналист қыз бас кейіпкерден сұхбат алады. Ол жігіттен осы уақытқа дейін боксшыға айтылған ең үлкен өтірік жайлы сұрайды. Винни кідіріп тұрып, осы уақытқа дейін естіген ең үлкен өтірігі ештеңе оңай емес деген сөз дейді. Если говорят, что ты чего-то не можешь, сделай это, и все. И ты поймешь, что все очень просто. И так было всегда. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.